Достар, бүгін біз баклажаннан салат дайындаймыз. Өте дәмді әрі керемет, әдемі болып шығады. Ең бастысы дайындалу жолы өте қарапайым. Жасап көрсеңіздер болады. Алдымен біз баклажанды, бұрышты, қызанақты, петрушканы жуып, осылай дайындап алдым. Сіздер де осылай дайындап алсаңыздар болады. Алдын ала бәрін жуып дайындап қоямыз. Одан кейін біз баклажанымызды алып, керек емес жерін кесіп алып тастаймыз. Ортасынан бөлеміз. Үш бұрышты етіп турап шығамыз. Мен кішкене үлкенірек етіп турадым. Сіздер кіші етіп турасаңыздар болады. Біркелкі етіп турап аламыз баклажанымызды барлық. Турап болғаннан кейін үстіне тұз қосамыз кішкене. Салқын су құйып 20 минутқа қойып қоямыз. Баклажанның аштысы шығу керек. Енді біз бұрышты алып осылай тураймыз. Мен кішкене үлкен етіп турадым, барлығын біркелкі етіп. Барлық бұрышты турап алғаннан кейін бір тарелкаға салып қоямыз бөлек. Міне, бұрышымыз дайын. Енді қызанақты алып, керек емес жерін алып тастаймыз. Қызанақты да мен кішкене үлкен етіп турадым. Сіздер кішірек етіп турасаңыздар болады. Міне, дайын, бөлек тарелкаға салдым. Петрушкамызды орташа етіп турап шықтым. 2 тал сарымсағымызды майда етіп турап алдым. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Баклажанымыз 20 минут өтті, суымыз өзгерді, суын төгіп тастаймыз. Одан кейін бір тарелкаға салфетка қойып, қолымызбен баклажанды алып, сығып тарелкаға саламыз. Суы тартылу керек баклажаннан. Міне, баклажанымыз дайын. Енді бір пакет алып, кукурузный крахмал салдым. Мен жерде кішкене аз салып қойдым. Баклажанды салғаннан кейін мен үстіне тағы да кішкене кукурузный крахмал қосып, жақсылап араластырып алдым дайындап. Кукурузный крахмал кішкене көп болса ешнәрсе етпейді. Міне, баклажанымыз дайын. Алдын ала барлығын осылай дайындап алдық. Ендігі кезекте сковородкаға майды құйып, қыздырып, мен бұрышты қуырып алдым 2 минуттай. Одан қатты езіп жермеңіздер. Бұрышымыз кішкене қаттылау болу керек. Барлық бұрышты осылай жақсылап қуырып алып, тарелкаға салдым. Бұрышымызды қуырып болғаннан кейін барлығын осы сковородкаға баклажанды қуырамыз. Міне біздің бұрыштарымыз дайын болды. Тістеген кезде кішкене қаттылау болу керек бұрыш. Енді осы сковородкаға немізді саламыз, баклажанымызды салып қуырып аламыз. Баклажанды қуырған кезде араластырып тұрамыз. Кішкене сарғайғанша қуырамыз, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қатты күйдіріп алмаңыздар. Осылай араластырып отырып, қуырып аламыз баклажанды. Жабыспайды бір-біріне. Міне сарғайды, енді бөлек ыдысқа салып аламыз баклажанымызды. Барлық баклажанды осылай қуырып аламыз. Баклажанымыз қуырып болғаннан кейін алдын ала суытып аламыз баклажанды. Міне, қуырып алдық баклажанды барлығын, суыды. Бұның үстіне бұрышымызды саламыз. Қызанақты саламыз. Барлық затымызды салып аламыз. Сарымсақты саламыз. Петрушканы саламыз. Және мен үлкен қасықпен соевый соустан 2 қасық қостым. Араластырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және үйде кунжут болса, кішкене кунжут қоссаңыздар болады әсемдік үшін. Жақсылап араластырамыз. Дәмін көріп, тұзы жетпесе үстіне тағы да тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын.
Енді тарелкаға салып столға қоюға болады. Бетіне мен тағы кунжут септім. Өте дәмді, әдемі, керемет болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын, достар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.